Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне біз жаңа бейне таспа түсіріп жатырмыз төбеттер жайлы. Егер сіздер жазылмаған болсаңыздар каналға жазылыңыздар. Біз міне бастаймыз. Кеттік. Ай, молодец. Кеттік па? I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to өзіміздің титан ғой. Аяда бір түсіргенбіз бала кезде. Осыны бір тағы да енді жасын қазір қалай тестілік сылақта не болып жатыр, күшіктері. Мысалы хан дейді ғой, мысалы. Ханға жұмыс істеген дұрыс па, дұрыс емес па? Сол жайлы бір айтып өзіңіз иттеріңізді таныстырсаңыз. Міне мынау титан. Иншалла қазір күшік кезінде көрдіңдер, білесіңдер, анау ең бірінші сендер YouTube түсірген кезде осы төбеттер балонда байлаулы тұрған 1 жасар еді, есіңде ме? 1 жасар. Міне қазір үлкен төбет болды, 2 жас, 3 ай болды. Бұны жаңа Бабыр деген өзім бауырым бар, сол менен сатып алған, біз бір командамыз. Міне қазір өсіп жатыр, ертең Құдай қаласа Алматыда тестілік сынаққа парлап қойдық. 28-іне Түркменияның төбеттері келеді. Құдай қаласа біздің Қарабаймен бірге өнер көрсетеді. Иә, Қарабаймен бірге өнер көрсетеді. Бұл да Түркменияның төбеттеріне қарсы Құдай қаласа Қарабайды қояйын деп жатырық. 28-іне Түркмения келеді. Сол Түркменияның төбеттері мықты ма, біздің қазақ төбеттері мықты ма, иншалла уақыт көрсетеді. Соған қазір төбеттер дайындап жатырық. Міне төбеттер өсті, енді жастар қаншада болды? Дайын. Қазір міне 2 жыл 3 ай болды. Декабрьдің 24-іне 2 жыл 3 ай болады иншалла бұл төбетке. 90 килоның ояқ бұяғы. Салма холкі де 92. Міне мына төбетке келетін болсақ, бұл төбеттің аты Спартак. Жаңағы мына титанның ұяласы. Бірге туылған, бірге өскен. Бұл ұжы өзін көрсетіп жатыр. Қазір Қытайда сұрап жатыр бұны, қытайлар қызығып жатыр. Қазір әжептәуір баға беріп жатыр бұл төбетке. Қазір пока бұны сататын ой жоқ. Ата қазір бұл төбет уже ашылды. Қазір бұған өзімізде Шымкентте шақ келетін өзімен жасты төбет жоқ. Мысалы бізден аға сұрайды да, осы тестілік сынақ деген не дейді? Соны түсіндіріп бересіз ба? Тестілік сынақ деген төбеттің, мына төбеттің қаны болады ғой, бәрі қан бағады дұрыс па? Мықты төбеттің қаны, қай төбеттің қаны мықты екенін білу бізге. Өткен төбет деген кейбір төбеттер мысалы үшін аспанға салют атылса қашып кетеді, дұрыс па? Қазір мен Қарабайым көрдім ба? Ана жаңа сендердің түсіріп жатқан нелеріңе қарап, дрондарыңа секіріп жатыр, аспаннан салют атылса секіреді. Ол тестілік сынақ деген төбеттің мынау характерін, духын тексеру, мынау өжеттілігін. Мысалы үшін үйіңе ұры келіп аспанға мылтық бір атса қашып кетсе, ол төбет қандай төбет ол? Соның бәрін тексеру үшін тестілік сынақ төбеттің мықтылығын, батырлығын өзіміз білу үшін, сол үшін тестілік сынақ қыламыз. Бұл жерде кейбіреулер ақша дейді, анау дейді, ода емес. Адамдар ұрлық қылып жүр, ананы істеп жатыр, біреу тонап жатыр, дұрыс па? Ал төбет бағып, күшігін сатып, мықты төбеттердің әр күшігі қазір $500, например. Ол төбет бағып, жас балдар төбет жетектеп, өздерін спорт бір жағына, мен балдарым қырға жүгіртіп келеді, 2 сағат, 3 сағат жүріп келеді. Үлкен балам, боксер, спортта бұл, спортқа баулайды төбет деген баланы тәрбиелейді. Көбісі оны түсінбейді. Ақша үшін істеп жатыр дейді, ана интервью жазады. Жоқ, ақша керек. Енді мына төбеттердің несі бар, тамағын алып беру керек, дұрыс па? Ол енді ол ақша үшін істеп жатқан жоқ қой, төбетті дамытып. Мысалы үшін мына төбеттің қазір күшіктерін Россиядан, әр жақтан сұрайды, шетелдерден сұрап жатыр да. Сол сияқты мына ол тестілік сынақ деген төбеттің батырлығын тексеру, сол төбеттің қанын ұстап, біздің Қазақстанда көбейту. Енді қазіргі таңда өзіңіз қан шығарыңыз ба? Өзім мына күшіктердің қазір балдарын алып жатырық. Жаңа Қарабайдың күшіктерін алып жатырық. Бір-бірімен өзіміздің жаңағы бұлардың да ұрғашылары бар, жақсы қан. Олар басқа жақта тұрады. Соларды осылармен шатыстырып, қазір күшік алып жатырық. Ол қорқақ иттен қанша дәу болсын, ол мықты күшік шықпайды. Ол тестілік сынақ деген төбеттің батырлығын, өжеттілігін тексеру үшін тестілік сынақ болады. Ол қорқақ иттен күшік алып, ол қорқақ ит үйді де қарауылдамайды, малды да қарауылдамайды. Сол үшін тестілік сынақ, сол үшін істеледі төбеттің жаңа өжеттілігін тексеру үшін. Секір, кел. Ай, молодец, секір. Ай, красавчик. Олар ақылды айтқанды істейді.
Мына төбет қазір 85-86 килограмм. Құдай қаласа. Уже бұны бүкіл Қытай біледі. Қазір сұрап жатыр, айтып отырмын ғой. Осы төбеттен иншалла күшік аламыз енді. Қара төбетіңіз енді? Бұл қара төбет, мен алдында түсірдіңдер ғой. Қарадақ бар еді ғой, Қарадақ. Сол Қарадақтың баласы. Асты Тәжікстаннан келген Железный Спартак деген болған мықты. Соның қызынан өзіміз түсіріп отырып, күшігінен тудырып, міне Бақа берге. Мына Бақа деген інім өзімнің. Жақын қасымда жүр. Осы ініме күшік көзінде сыйлыққа бергем. Қазір міне 2-ке толды. Уже 2 рет өзін сынақ көрдік, тестілік сынақта. Жақсы көрсетті, ұтылған жоқ. В общем, болашағы бар төбет, Құдай қаласа әлі жас. Өздеріңізден шыққан төбет. Өзіміз өсіріп, күшігінен, міне мына ініме кішкентайынан подарит еттім, өсірді міне, барын салды міне. Қазір бұл төбеттен күшіктер шығып жатыр. Кеше әр күшігім 150 мың, 200 мыңнан сатты. Зато ешқандай ұрлық қылып жатқан жоқ. Бала шағасын әйтеуір бұйырғанымен 2 ұрғашиты бар. Күшіктерін сатып әйтеуір бұйырғанын бала шағасын бағып отыр. Қуанта берсін. Ертең бұның баласы да уже сол күшіктерді қарап жүр. Баланы тәрбиелейді да төбет деген. Дұрыс па Бақа? Құда қаласа иттеріңіз қуанта берсін аға. Міне, мына біздің Құда қаласа будущий чемпион Қарабай. Ертең 24-іне тестілі сынаққа шығады. Иншалла ауыр жарақат алмай ұтса, 28 январ күні түркмендер келеді дедім ғой. Сол түркмендердің 66 килолық мықты бір төбетіне қойып, Қазақстан намысын қорғайды иншалла, Құдай қаласа. Қарабай? Ай, молодец, Қарабай. Бұл төбетті уже бәрі біледі. Шет елде де біледі, Қазақстанда да біледі. Өте мықты төбет, әлі ұтылмаған, ұтылады деп өзін ойлап жүрген жоқ. Любой төбетті жыртам деп тұр ғой. Духы вагон. Көрдің ғой, жаңа аспанға секіріп жатыр ғой. Сендердің жаңа түсіретін не еді? Дрондарыңды аспанда сальто тастап теуіп құлатам деп жатыр ғой, көрдің ғой. Ай, молодец. Мықты төбет өте. Бұл төбет деген қазір Шымкентте мынау тестілік сынақ дейді ғой, болып жатқан жоқ. Біраз нелер болып, қазір елбасымыз, біздің патшамыз төбетті дамытыңдар деп қазір тапсырыс беріп, сондай Құдай қаласа қазір енді төбеттер дамыту қолға алынып жатыр. Ендігі жылға бастап анау төбетке де субсидия бөлінеді дейді, бәрі заңдастырылып, төбетті біздің қазақ төбеттерді кәдімгідей дамыту қолға алынып жатыр қазір. Ол үшін ипі не болу керек қой? Ипі ашып, кәдімгідей питомнигі барлар, жаңағыдай ақша бөлінеді деп жатыр. Құдай қаласа бәрі Аллахтың қалауымен. Ол таза тұқымдарға бөліне ма, или? Таза тұқымдарға, біздің қазақ тұқымдары, қазақ төбеттерге бөлінеді. Қазақ төбетті дамыту, сол жағынан қазір жұмыстар жүріліп жатыр, бірақ жоғары жақта әлі қол қойылып біткен жоқ дейді. Құдай қаласа бәрі болады Аллахтың қалауымен. Тестілік сынақ, Құдай қаласа көреміз десеңіз. Бәрі иншалла болады Құдай қаласа. Енді бұл өзіңіздің Шымкентте болып жатқан жоқ. Енді Алматыға барамыз, Таразға барамыз. Құдай қаласа 28 январ күні Түркмениядан келіп жатыр. Ояққа қазір пригласительный жіберіп жатыр. Иншалла Қазақстан Түркмения жолығады 28 январда. Көреміз. Алматыда ғой? Алматыда. Құдай қаласа мына жас төбет Қарабай 3-ке толды. Бәрі біледі бұны. Иншалла сол Түркмениядан келген 66 килолық бір төбетке осыны тестілік сынаққа қойсақ деп жатырық иншалла. Ертең 24-іне тестілік сынақта өзін көрсетеді. Құдай қаласа ұтатын болса, сол Түркмениядан келген төбеттердің біреуіне осы төбетті саламыз Құдай қаласа. 66 килограмм